Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен көкөністер қосылған ет жасау рецептімен бөлісемін. Баялдыны текшелеп турап аламыз. Кәдіні де текшелеп тураймыз. Бұрышты да текшелеп тураймыз. Картопты да орта текшелерге бөліп тураймыз. Пиязды жарты сақиналап тураймыз. Қызанақты орташа бөліктерге бөлеміз. Сарымсақты дөңгелектеп тураймыз. Етті шағын бөліктерге бөліп турап аламыз. Қазанды қыздырып, үстіне 50 мл май құйып, картопты піскенше қуырамыз. Піскен картопты қазаннан шығарып, сол майдың үстіне баялдыны қуырамыз. Шамамен 5 минуттай қуырамыз. Қуырылған баялдыны майдан сүзіп аламыз. Кәдіні 5 минуттай қуырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай май қалған жоқ. Қызып тұрған қазанның үстіне тағы да 50 мл май құйып, етті қуырамыз. Үстіне 2 ас қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық паприка қосып араластырамыз. Пияз бен сарымсақты салып 3 минуттай қуырамыз.
Бұрышты салып 1-2 минут қуырамыз. Қызанақты қосып 2 минут қуырамыз. Үстіне қуырылған баялдыны, кәдіні және картопты қосып, үстіне 1 стақан қайнаған су құйып, 15 минут бұқтырамыз. Асымыз дайын. Дастарханға өз қалауымызға сәйкес безендіріп, ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.